Сәлем достар, сіздермен Жансая. Бүгін сіздерге осындай әдемі қатпарлы қаттама көрсететін боламын. Ең алдымен жылы суымызды құямыз. Тұзымызды саламыз. Сары майымызды құямыз. Қопсытқышымызды саламыз. Жақсылап барлығы бір келкеге ерігенше араластырамыз. Ертіп алдық. Енді бір қолмен араластырып отырып ұнымызды саламыз. Қоюлана бастады. Енді қолмен илетін боламыз. Бізде жұмсақ қамыр шығу керек. Көріп тұрғандарыңыздай. Енді бұны 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минут өтті. Енді дастарханымызға ұн сеуіп, қамырымызды илейтін боламыз. Осылай илеп алып, қамырымызды 4 бөлікке бөлеміз. Енді қамырларымызды суалайтын боламыз. Суалап алдық. Енді бір-бірлеп жаямыз. Қамырларыңыз жабысып жатса, ұн сеуіп жүрсеңіздер болады. Барынша жұқағып жаямыз. Дастархан көрініп тұру керек. Осылай енді ертіп алған сары майымызды бетіне жағып шығамыз, бір келке етіп. Жағып алдық. Келесі жайған қамырымызды бетіне жаямыз. Енді бұның бетіне де сары майымызды жағып шығамыз, бір тегіс етіп. Жайып алдық. Енді шетінен бастап орайтын боламыз. Енді бұны 3 бөлікке бөлеміз. Енді бұны салқын жерде тоңазытқышқа салып қоямыз. Келесі қамырларымызды солай жайып аламыз. Жайып алған жаңағы салған тоңазытқыштағы қамырымызды шығарып, жаңағы жайған, келесі жайған қамырымызды салқын жерге тағы салып қоямыз. Енді қамырларымызды жаятын боламыз.
жайып алдық. Енді табамызға саламыз. Бетіне күнжіт сеуіп жатырмын. Бетіне мак сепсеңіздер де болады, өз қалауларыңызша. Тіпті ештеңе сеппесеңіздер де болады. 180 градуста 20-25 минут пісіп шығады. Қалай көтеріп жатыр, қараңыздар, қандай әдемі. Қаттамамыз пісіп шықты. Қараңыздар, қандай әдемі көтерілген. Тура табанан секілді. Ортасы майсыз, жүректі айнытпайды. Қатпар. Қазір сіздерге ортасын бөліп көрсететін боламын. Қараңыздар. Ортасы майсыз, қатпар болып шыққан. Видеом ұнап жатса, лайк, комментарий қалдырыңыздар. Мен үшін өте маңызды. Видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет.